Көктем мезгілі. Жыл мезгілдерінің ішіндегі ерекше мезгіл. Себебі бұл мезгілде тіршіліктің жаңару кезеңі басталады. Қыстың суығы кетіп, қар еріп, жер бетінің көгеретін кезі. 14 наурыз көрісу мейрамы. Бүгінгі күні Қазақстанның батыс аймағына берік орныққан бұл дәстүр жыл сайын жергілікті халық сағына күтетін бірде-бір салт болып саналады. Көрісу күнінде халық қыстан аман-есен шыққанына қуанып, бір-бірімен қол алысады. Отбасының кішілері үлкендеріне қос қолын беріп, көрісіп шығады. Бір-біріне бір жасыңмен дейді. Ол есеуіңмен, осы жылға аман-есен жетуіңмен дегенді білдіреді. Сондай-ақ жасы үлкендерге ізет көрсетіп, ілтипат білдіретін дәстүрлі көрініс. Таң сібірлеп атысымен көрісу мерекесін асыға күтіп отырған әрбір отбасы алдын ала дайындалып қойған дастарханын жаяды, ет асады. Қазанда бұрқырап пісіп жатқан бауырсақтың иісі көрісу күннің белгісі іспеті. Қазақ балаларымыз тоқ жүрсін, дастарханымыз аралас болсын, қарым-қатынасымызға сызат түспесін деген ниетпен туған. Көрісу күні пенденің аузы аққа, мал аузы көкке тиіп, адам адаммен жыл-жылымен көрісіп, бір-біріне тілектерін айтатын күн. Бұрынғы өкпе ренжісін кешіріліп, араздық ұмытылып, көрші көлем бір-бірімен наурыз көжеге шақырып, меймандардың отбасына, ағайын туыстарына амандық, саулық, құт береке тілейтін күн. Көрісу тек адамдардың бір-біріне амандасып, жақсылық тілейтін қауышу мерекесі ғана емес. Шаттықпен қуанышқа, ақ батамен молшылыққа толы бұл мерекеде мәре-сәре болған жұрт осы жарқынмен жаңа жыл 22 наурыз мерекесін қарсы алады. Көрісу күнінің қызығы, ажары, берекесі, салтанаты, ең бастысы тәлім тағылымдық берер мәні зор күн.